Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бірге Нурила. Бүгін біз сондай керемет королевский тортын дайындайтын боламыз. 4 коржы 4 түрлі және 4 коржды бірден жеген кездегі сезімді айта алмаймын. Кәне бірге дайындап көрейік, кеттік. Ең алдымен бізге 4 корж дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 коржға бір бөлек дайындаймыз, ал қалған 2 коржға 2 бөлек дайындаймыз. Бұл жерде 2 жұмыртқаны жарып, үстіне жұмыртқа салдым. Оны миксерлеп жатырмын. Бұл жерде бізде 2 корж дайын болады. Бұл составпен жақсылап миксерлеп аламыз. 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне құм шекерімізді салып, миксерді жай жылдамдықтан жоғарғы жылдамдықтарға алмастыра отырып істейміз. Үстінен қаймағымызды саламыз. 15-20%, 20%-дан жоғары болса тіпті жақсы болады. Қаймақтарымызды саламыз. Барлық қандай грамм, қанша миллилитр барлығын описание бөліміне жазып өтетін боламын. Және оның үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды салып, електен міндетті түрде өткізіп салатын боламыз. Ұнымызды миксерлейміз, жақсылап, ешқандай түйіршіктері қалмау қажет. Міне бұл жерде бізде 2 корждың салмасы дайын болады, қамыр дайын болады. Мен бұл жерде таразының көмегіне жүгінемін. Өздеріңіз көз шамамен бөлсеңіздер де болады. Мен таразымен өлшеп бөлдім, бірде қылып бөлдім. 2-ге біріншісіне какаоны қосамын. Какаоны да лопаткамен араластырып, кішкене үстінен сүт қосып жібересіздер. Себебі қатты қою болып қалмас үшін кішкене үстінен миксерлеп жібердім, барлығы жақсы араласу үшін. Келесі салмамыздың үстінен жаңғағымызды саламыз. Жаңғақты 2 түрлі қылып алсаңыздар да болады, дәлмендегідей 1 түрлі қылып алсаңыздар да болады. Оны араластырып, духовкаға 2-ін жіберемін 160-170 градусқа. Олар пісем дегенше мен қалған 2 коржды дайындайтын боламын. Дәл видеодағыдай 2 жұмыртқа жарып, үстіне құм шекер салып, оның үстінен қаймағымызды салып миксерлейміз. Мен қаймақты президент қаймағын қолдандым. Және үстіне тағы да 1 пачка разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды електен өткізіп, оны да миксерлейтін боламыз. Миксерлеу міндетті түрде, себебі қамырымыз отырып, тап болып піспес үшін жақсылап миксерлеп аламыз. Оны да мен таразға салып, 2-ін бірде қылып бөлдім. Бұл жерде бірінші салмасына біз макты қосатын боламыз, және екіншісіне мейізді қосамыз. Мейіздің орнына изюмді барлығын алмастырып алсаңыздар болады. Бұларды да жақсылап араластырып пісіріп аламыз. 160-170 газдарыңыз қатты қызып кетпесін. Міне менде 4 коржда дайын болды. Енді мен пропитка жасаймын. Жылы үстінен сахарная пудра қосамын. Кәдімгі сахарды қоссаңыздар да болады. Ол кезде бір 20 минуттай күтіп, ерігендігін күту қажет болады. Ал сахарная пудра тез еріп кетеді. Пропитканы қатты болшылдатып қажеті жоқ. Бетіне жайлап сипап өтсеңіздер жеткілікті. Бұл торттарыңыз құрғақ болып қалмас үшін, сочный болып тұру үшін әдемілеп пропитка жасаймыз. Пропитка жасағаннан кейін 20 минут қоямыз. 20 минут тұрғанша біз кремімізді дайындаймыз. Кремімізге, яғни міндетті түрде холодильникте, салқын жерде тұрған сливкимізді аламыз. 33% сливкиді аламыз. Үстінен сахарная пудраны міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Себебі комоктар кетіп қалмауы қажет. Оны да миксерлейміз. Мен бұл жерде 20 минуттай, 16 минуттай миксерледім. Басында сұйық болып тұруы мүмкін. Қорықпаңыздар қыздар. Үстінен жайлап сахарная пудраларыңызды сеуіп, жайлап миксерлей бересіздер. 20 минуттай шамалап өздеріңіз миксерлейсіздер. Өз қою болған кезінде миксерді тоқтатасыздар. Менде басында шықпай қалды деп ойлауларыңыз мүмкін. Сол үшін шықпайды емес, жақсылап сабырлықпен миксерлей беріңіздер. Сонда қоюлана түседі біздің
креміміз әдемі өз формасын ұстап тұратын крем дайын болады. Міне видеодағыдай крем дайын болады. Ал енді тортымызды жинаймыз. Мен кальцоны пайдаландым, 22 диаметрлі. Бірінші ең астына жаңғақты саламыз, оны жақсылап бірте қылып кремімізді жағамыз. Одан кейін шоколадныйымызды, какао қосылған коржымызды саламыз. Одан кейін мақ қосылған коржымызды саламыз. Барлығын оның үстінен мейіз қосылған коржымызды ең жоғарғы жағына салдық. Енді барлығын жақсылап бірдей қылып бетіне жағып шықтық. Және қалған кремін мен мақ қосып істеймін. Өз қалауларыңызша барлық жеріне мақ қосып тастасаңыздар да болады, или аппақ қылып қойсаңыздар да болады. Мен мақ қосып жасадым. Королевский тортының ерекшелігі бұда мақ болады. Құрамында да, коржында да. Сол үшін мақ қосып істегендеріңіз жақсы. Және өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Сәндік үшін мен бұл жерде жидектерді пайдаландым. Құлпынайды кесіп, жартылай кесіп дайындадым. Тортым дайын болды. Қыздар, енді мына тортқа сөз жоқ, керемет. Барлығы рахаттанып жеді, шаймен ішесіздер, барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Және торттың ерекшелігі ішінде өте пайдалы, ағзаға пайдалы нәрселері бар. Мысалға жаңғақ, мейіз деген нәрселер. Мейізді көп адам ұнатпайды. Сол үшін тортқа қосып, әдемілеп жесеңіздер күшті болады. Шаймен де жақындарыңызды, достарыңызды жасап қуантыңыздар. Мінекей тортымыздың іші осындай, сондай керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді жасаған тортымыздың дәмін көрейік. Сондай нәзік, жұмсақ, дәмі деген сөз жоқ. Төрт көржді бірден жегендегі дәмдердің үйлесімдігі сондай керемет. Жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Нурила. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Рахмет.